Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен өзімнің бөлме гүлдерімнің біразіне осылай жуып, жапырақтарын барлығын циркон сеуіп, дәрілейтін жерлерін дәрілеп, емдеп, біраз қалыпқа келтіріп жатырмын. Сол не істеп жатқаныммен сіздермен бөліскім келді. Мына гүлімді қараңыздаршы. Жаңадан шығарған жапырағын осылай күнге күйдіріп алды. Жаңа мына екі жапырағын кесіп тастадым. Осылай күнге күйдіріп алыпты. Қалған жапырақтарының барлығы мына осылай бір 2 аптада бір рет, болмаса айына бір рет десек те болады, осындай қураған жапырақтарын кесіп тастап, циркон немесе эпин сеуіп, жапырақтарын барлығын тазалап, осылай емдеп тұрыңыздар. Сонда гүлдеріңіз сіздерге өте жақсы көрік беріп, жайқалып өсетін болады. Рахметін айтатын болады сіздерге. Мына біраз гүлдерімді әлі емдеп жатырмын. Мына жерде сансеверия. Мына жерде лирата. Бұл лирата туралы мен арнайы видео түсіретін боламын. Мына фикус одри. Біраз гүлдерімнің бөлігі бұл. Мына жапырақтары осылай күнге күйіп, жаздың ыстығында осылай абыржитын болады гүлдер негізінде. Осылай жапырақтарын барлығын жуып, әдемілеп, айына бір рет болса да, 2 аптада бір рет болса да, қураған жапырақтарын барлығын алып тастап, эпин сеуіп, жақсылап емдеп тұрыңыздар. Мына мен жұмсақ, осындай бір тряпкамен қараңыздар, шаңы қандай су, кірш су шықты. Және мына пульверизаторыма циркон септім, циркон алдым бүгін мен. Әрқайсының жапырақтарын жаңағыдай жуып алған соң, осылай цирконды сеуіп жатырмын. Әлі де гүлдерімнің жаңағы осылай емдейтін гүлдер әлі бар. Біртіндеп алып келіп, осы жерге емдеп жатырмын. Каналыма видео салмағалы біраз болды. Енді жиірек салып тұрамын деп ойлаймын. Мына қараңыздар. Мына гүлге обалы болды. Мына гүлдің де арнайы мен пересадкасын жасап, бұл топтамама жаңадан қосылып жатыр. Мына қараңыздар. Әлі мынандай транспортировочный грунтпен неде тұр, пакетикте тұр. Мына горшоқты мен арнайы осыған деп алдым, отырғызамын. Мына алып келемін дегенше, мына машинада қараңыздаршы. Мына жаңадан шығарған жапырағы мен алған кезде кәдімгі әдемі болып тұрған, өте нәзік еді. Мына машинада осылай күйіп қалыпты. Бірдестен стресс алып отыр бұл гүл. Сондықтан да мына 2 жапырағын кесіп тастадым. Мына жапырағын әлі кескен жоқпын, біраз тұра тұрсын деп. Бірақ мына жерде мына көрініп тұрса, мына жапырақ тағы да шығарып келе жатыр. Сол жапырақ шыққанға дейін маған тимесем деп тұрмын. Бұған да циркон септім, стресстен шығару үшін. Мына барлық гүлдеріме циркон сеуіп, бүгін барлығының жапырақтарын барлығын жуып, осындай бір керемет көңіл күй сыйлап жатырмын гүлдерге. Бүгін гүлдерге еще тағы да су құйып, артынан жарты сағаттан кейін тыңайтқыш беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және менің басқа да видеоларымды кіріп қарасаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.